студенттер, бүгінгі өтетін тақырыбымыз автоматты басқару жүйесі, автоматтандыру құрылғылары. Бүгін қарастыратын сұрақтарымыз: автоматтандыру дегеніміз не, оған қандай құрылғылар жатады, автоматты басқару жүйесі дегеніміз не, жүйе қалай жүзеге асады, соған тоқтала кетеміз. Автоматтандыру адамды материалдар мен энергия және ақпарат қабылдау, жеткізу, сақтау, өңдеу және пайдалану процесіне тікелей араласудан толық немесе жартылай босату үшін техникалық, программалық және де басқа да құралдар мен әдістер кешенін пайдалану процесі. Автоматтандырудың негізгі мақсаты еңбек өнімділігін арттыру, өнім сапасын арттыру, жоспарлау, басқару жұмыстарын тиімділеу, денсаулыққа зиянды жұмыстан адамды босату. Басқарғыш әрекет басқару қондырғылары арқылы жүзеге асырылады. Өзара әрекетке түсетін басқару қондырғылары мен басқарылатын объекттер жиынтығы басқарудың автоматтандырылған жүйелерін құрайды. Автоматты жіберу мен тоқтау жүйелері алдын ала берілген бағдарлама бойынша әртүрлі қозғалтқыштар жетектерінің тоқталуының қосылуын қамтамасыз етеді. Қойылған мақсатқа жетудің жүзеге асыратын қандай да болмасын процесін ұйымдастыру және басқару деп аталады. Бұны біздер АБЖ деп те атаймыз. Енді мына автоматты басқару жүйесінің автоматтандыру құрылғыларына тоқтай кетейік. Бұл сызбаға қарайтын болсақ, бірінші жоспарлаймыз. Жоспарлағаннан кейін өндірісте есепке алу, талдау, реттеу жүйелеріне құрылады. Бұл схеманы өздеріңіздің дәптерлеріңізге түртіп сызып алуға болады. Енді автоматтандыру құрылғылары бағдарламалық, жартылай, толық болып есептеледі. Бағдарламалық деп есептеп отырғанымыз ол АБЖ, ол программалық құрылғы. Бұл автоматтандыру жүйелері әртүрлі процестер арқылы, компьютерлердің бір-біріне байланыс арқылы, процестер арқылы бір-біріне ақпарат беріп отырады. Жартылай автоматтандырылған құрылғыларға тоқтала кететін болсақ, мына сызбада келтірілген. Мына жерде өзінің белгілі бір реттеуші құрылғылары бар. Кіріс-шығыс құрылғыларын көріп отырмыз мына жерде. Және де мына жерде әртүрлі процестерді байқап отырмыз. Осы мына реттеуіш арқылы адамдардың көмегімен реттеп отырамыз. Енді құрылғылардың түрлеріне тоқтай кететін болсақ, біз өзіміз сабақ барысында бірнеше құрылғылардың түрлерін көріп жүрміз. Бірінші микроконтроллерге тоқтала кететін болсақ, микроконтроллер экранда көріп отырғандарыңыздай мынандай кішкене чип. Бұл кішкене чип, бұл кішкене чипті біз келесі сабақтарда осы чиптер арқылы тоқталып өтетін боламыз. Бұл екінші реле. Бұл тоқ бар, тоқ жоқ деп есептелетін кішкентай құрылғы. Үшінші бізде Arduino платасында жұмыс жасалатын келесі сабақтарда олармен өтеміз. Енді технологиялық процесін басқару алгоритмі схемасына тоқтала кететін болсақ, бұл сызба арқылы жүзеге асады. Яғни нысан, реттеуші орган, орындаушы механизм, реттегіш, түрлендіргіш және біздерде міндетті басқару органы, сезімтал элемент, түрлендіргіштер көріп отырмыз. Басқарушы орган біздерде мына жерде
микропроцестің рөлін атқарады. Енді көбіне көп бұл жерде жұмыс жасап жатқан датчик. Келесі, мына микроконтроллердің кәдімгі компьютерден айырмашылығына тоқтала кететін болсақ, барлық функциялар бір ғана кішкене және ыңғайлы мөлшерде орналасады. Нақты тапсырманы орындау үшін бағдарламаланады. Аз көлемде энергия қоректенеді. Себебі физикалық параметрлерге қарай аз мөлшерде ғана энергия қорымен қамтамасыз етіледі. Бір бағытта кіріс-шығыс порты бар. Бұл жерде сызбада көрсетілгендей басқарушы орган сезімтал элемент, түрлендіргіштер, реттеуіштер барлық элементтермен жұмыс жасайды. Біздегі айырмашылығы бұлардың көмегі осы. Біз осы лекцияларды конспектлеп, керек жерлерін сызып, схемаларды сызып алыңыздар. Енді үйге берілген тапсырма сіздерге лекцияны конспектлеу кестесін толтырып маған жіберіңіздер. Үйге берілген тапсырма осы. Назарларыңызға көп рахмет.